Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен эскимо пирожное жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Эскимоның бірінші бисквитін жасайтын боламыз. Оған бізге 3 жұмыртқа керек, қант керек, миксермен болмаса жаңағы шанышқы, венчикпен араластырып отырсаңыздар болады. Алдын ала илегіштен өткізілген ұнымызға қопсытқышты салып, ұнға жақсылап араластырамыз да 2 бөліп миксермен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып формаға саламыз. Форманың пішіні маңызды емес. 4 бұрышты формаға салсаңыздар болады. 180 градуста 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Салқын сливкиді құйып, миксермен шайқап, 2 минуттан кейін жаңағы қант ұнтағын саламыз. Тағы миксерлеп, творожный сырды салып, осы видеодағындай жаңағы масса қоюлау болып өз-өзін ұстағанға дейін шайқаймыз. Өз-өзін ұстаған соң біздікі дайын болады. Менде мұнда бисквитім пісті. Енді қолмен езсеңіздер де болады, бірақ мен блендермен жақсылап ұнтақтап аламын, езіп аламын. Ұсақтаған бисквитімізді бағанағы кремімізға салып, жақсылап араластырып аламыз. Эскимомыздың формасына жақсылап қолымызбен болмаса қасықпен салып аламыз. Таяқшаларын кіргізіп, бетіне пленкамен жауып, мұздатқышта кем дегенде 3-4 сағатқа қатқанша салып аламыз. Шоколадты глазурь дайындайтын боламыз. Қалаған шоколад түрлерін қолдансаңыздар болады. Мен ақ пен қара шоколад қолданам. Осы шоколадқа сұйық май құйып, су моншасында болмаса микроволновкада ертіп аламыз. Эскимоларымыз қатты, осындай әдемі болып қатады. Және осы силикон формадан оңай алынады. Бағанағы ерткен шоколадтарымызға эскимомызды малып аламыз. Айта кететін маңызды жайт, шоколадымызды ертіп қатты ыстық күйінше батырмаймыз, себебі эскимомыздың формасын құртып жіберуі мүмкін. Және бізге қасық қажет болады. Жетпеген жерлерін қасықпен құйып жаңағы отырамыз. Сосын пергамент қағазын төсесеңіздер, эскимоларыңыз қатқан соң, шоколады қатқан соң жабыспай оңай алынады. Егер басқа да ыдыстарға қоя салсаңыз, онда алынбай қалуы мүмкін. Алған кезде эскимоларыңыз сынып сөйтіп кетуі мүмкін. Сондықтан пергамент қағазын төсесеңіздер, өздеріңізге жақсы болады. Эскимоларды әдемі етіп, тәтті жаңағы кәмпит моншақтармен, кәмпит ұнтақтармен сәндесеңіздер болады. Және қалған глазурьмен эскимоларымызға тағы бір жаңағы ерекше форма беріп, кондитерлік қапшыққа салып, басын азғантай қылып кесіп, бетіне құйып шықсаңыздар да, ол да бір әдемі жаңағы пішім береді эскимоларымызға.
эскимоларымызды мұздатқышқа 1 сағатқа салып аламыз, болмаса осы күйінше жей берсеңіздер болады. Бұл шоколадтар еш уақытта еріп кетпейді, формасын ұстайды, өте дәмді болып шығады. Және пергамент қағазын төсесеңіздер осылай оңай алынады. Қазіргі таңда хит эскимоларды менің рецептімен жасап көріңіздер. Және каналыма тіркелмесеңіздер, достар, міндетті түрде тіркеліңіздер, себебі мен каналымда ерекше рецепттер, оригинал рецепттер өте көп болады. Сондықтан лайк басып, пікір қалдырып, жаңағы қолдап отырыңыздар. Мен сіздерге қазір ішін бөліп көрсеттім, осындай болып тұрады. Өте дәмді, бисквит, шоколад, креммен қосқанда енді айтпасам да түсінікті сияқты ғой. Достар, сіздермен болған мен Меруерт. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.